Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім? Бүгін мен Димаш Құдайберген туралы айтатын боламын. Қызықты фактілерді тыңдау үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Видео басталмай тұрып маған тіркеле кетіңіз. Ал ендеше бастайық. Димаш Құдайберген 1994 жылы Ақтөбеде дүниеге келген. Ол өнерлі отбасында өсіп, кішкентайынан музыкамен таныс болды. Әкесі мен анасы кәсіби әншілер болғандықтан Димаш үшін сахна балалық шағының бөлігі еді. Ол атасы мен әжесінің жанында көп өсті. Бұл оның өмірінде ерекше жылулық пен тәрбие берді. Кішкентайынан фортепиано мен вокалды меңгерген Димаш кейін музыка колледжін бітіріп, академиялық вокал бойынша жоғары білім алды. Оның дауыс диапазоны шамамен 6 октаваға дейін жетеді. Бұл өте сирек кездесетін талант. Димаш тек қазақ тілінде емес, көптеген тілде ән шырқай алады. Мысалы, ағылшын, орыс, қытай, француз, итальян және испан тілдерінде өте еркін ән шырқай алады. 2017 жылы Қытайдағы халықаралық ән сингер байқауына қатысып, әлемге танымал болды. Ол әр орындауында эмоция мен техниканы үйлестіріп, әр жанрды операдан рокқа, халық әнінен попқа дейін бірегей стильде жеткізеді. Сол сәттен бастап Димаштың көрермендері әлемнің түрлі елдерінде көбейді. Қазақстанда оның жақында ашылған фан клубы бар. Ол The Love деп аталады. Ал фанаттары өздері де жақсы адамдар және өнерге берілген жанкүйерлер. Димаш шығармашылық жолында тек вокалдық шеберлігімен шектелмей, музыканы терең сезінуімен, сахнадағы харизмасы арқылы көрермендердің жүрегін жаулап алды. Ол әрдайым үздіксіз ізденісте, әр жаңа орындауда өз шеберлігін шыңдап келеді. Димаштың өмірі таланттың, еңбек пен тәртіптің үйлесімін көрсететін мысал. Ол қазақ өнерін әлем сахнасында танытып, халықтың мақтанышы болумен қатар көп адамға шабыт беретін тұлға. Оның сұхбаттарында оның жанашыр қарапайым адам екендігін біле аламыз. Ол қазаққа қонған бақ. Бүгінге осы. Егер видео пайдалы болса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.